Ал бармысыздар достар, мынау Сарыағаш курорттық аймағындағы Әсел деген шипажай бар. Сол шипажайға қалдырылған Google мен Яндекстің карталарындағы пікірлерді, демалушылардың пікірлерін оқып көрейік. Онда компьютерге Google карта бойынша Әсел шипажайы дейді. Мына жерде барлық берілген 3,7 деген. Мен пікірлердің ең жаңаларын қойдым, өйткені бұрынғы пікірлер болса 2-3 жыл бұрын әлі ол кезде сервисімізде кішкене ақаулық бар еді, қазір жақсы ғой дейтіндей болып жүрмесін. 3 ай бұрын Роза Ибраимова 1 жұлдыз қойыпты, Олжал Өсербай 3 ай бұрын 5 жұлдыз қойыпты. Ал енді біз мына бір жерде Базаргүл Тілепбаева деген очень слабый отель, не надо туда вообще, өте әлсіз қонақ үй, ол жерге тіпті қажет жоқ депті. Анель Сатова деген кісі, ужасная организация, постоянно путаница в очередях, крик и ругань. Не лечишься, а больше стресса получаешь. Ұйым нашар, мынау кезекте үнемі шатасып жатады, одан кейін ем алмайсың, стресс аласың депті. Бұл 5 ай бұрын, яғни шамада сол шілде айларында. Назгүл Қапалбаева деген кісі, біз Әсел шипажайында отбасымызбен ем алдық, демалдық, бізге ұнады, бөлмелері таза, тамақтары дәмді, қызмет көрсетулері де өте жақсы депті. Сосын мына жерде бір пікір, 1 жұлдыз қойыпты. Бұл кісі Толқын Рахымжанова деген кісі, не рекомендую, ужасный сервис депті. Кеңес бермеймін, қызметі нашар депті. Сосын мына бір жерде, мына бір не қысақ. Так, Марлен Хасенов дейді, 1 жыл бұрын бейтіпті. Бұл өте нашар шипажай, ешқандай сервиспен құрмет, мұқияттылық жоқ. Мен 1-ақ күн шыдай алдым, содан кейін ол жерге бір аттап баспаспын деп отырмын дейді. Сарыағашқа барудың тіпті қажет жоқ депті. Өңшең мәмбиштер деп қойыпты. Кішкене қаттырақ кеткен сияқты ма деп қоям, бірақ енді көру керек ол кісінің жағдайын. Так, 1 жыл бұрын Серік деген кісі былай деп жазыпты. Номер брондап қойып едік, жолдан шаршап келгенбіз, баламыз арнайы бала, яғни жаңағы нема, совет бойынша ма, не жаңағы мүгедектігі бар балама, и мен олардан не естіп тұрмын дейді, номер жоқ деп айтады дейді. Қызметкерлері дөрекі, диалог жүргізе алмайды, кетіп қалуға да тура келді дейді, и басқа шипажайларға барып бізді қабылдаңдаршы деп сұрауға тура келді дейді. Ал олардың айтатын мынау несі, олардың айтатын мынандай сөзі былай дейді, барлық адамды бронға қойдық та, келетін адамдардың санын есептей алмай қалдық дейді, нағыз топастық дейді, көңілім қалды дейді, оларға барамын десеңіздер, осы нәрсе естеріңізде болсын дейді. Сосын қоңырауларға жауап бермейді және қайта телефон шалмайды депті. Одан кейін Жанна Құрмашева деген кісі жазыпты, жақсы санаторий, әдемі және позитивті үйесі депті. Басқа да пайдаланушылардың пікірін бір қара жіберейік. Сосын Яндекске көше қояйық. Санаторий дегенге тартпайды дейді Жанна Тасенова, 2 жыл бұрын. Трансфер ұйымдастырылмаған, өте тар іші, нөмірлер толып кеткен, адам тола дейді, интернеті жоқ, телевизорлар жұмыс істемейді. Айтқан процедураларының барлығы бар емес, емдік душ, ЛФК жұмыс істемейді дейді. Яғни таңертең мынау емдік жаттығулар жасалмайды дейді. Сосын көңіл көтеретін паркинг, көңіл көтеретін орын жоқ, жағдай жоқ, және паркинг машинаға орын жоқ дейді. Кондиционерлер асханада жұмыс істемейді, және тамақты диетаны есептемей бере береді, қарамай бере береді дейді. Тамақтары бір сыдырғы, барлығы бірдей, және ыстық пен тар депті. Ал енді Яндекске келетін болсақ, Яндексте мысал үшін 25 тамыз 2024-те бұлай депті. Динара Тасқынбайқызы деген кісі, өте нашар шипажай, су жердің астынан, яғни скважинадан шықпайды екен. Бізді қызметкерлері алдап, ақшамызды алып алғанша айтпады, 2-ші рет бармаспын, оннан 1 деген баға қоямын, сіздерге де кеңес беремін депті. Сосын Гүлжан Асылбаева деген кісі 28 қараша 2024 жылы, 1 жылдай бұрын, ешкімге кеңес бермес едім, төсектері ужас, сасық иіс, тамақтарын айта алмаймын, тегін емдегені күнара, қалғанын сатып аласыз, аяқ бассаң ақша, тренажерный зал, бассейн деген тек реклама, бассейнмен ешкім шаруасы жоқ, жатқанымызға 4 күн, іші қақсып тұр, айтайын десең бір адам жоқ, бұл полулюкстағы жағдай стандартында не жағдай екенін айтпаса да болатын шығар.
грязелечение жасайдың жердің сасығы мен антисанитариясын айта алмаймын, құсқым келеді. Босқа қызыл рекламасына сеніп, ақшаларыңызды желге ұшпасын. Ой, шыбындарды ұмыттым. Шыбындар дәу семіз, барлық жерде 24/7 сенімен бірге дейді. Сосын мына жерде Пакрак деген кісі: сәлеметсіздер ме? Өте керемет. Қазақстандағы мықты демалыс орындарымен бірдей Бурабай, Қатон-Қарағай, Жасыбай, Алматы, Ленгір, Сайрам, Павлодардағы санаториймен бірдей деңгейде. Келіңіздер, жақсы демалып емделіңіздер. Гүзел ханым, сізге рахмет Бесұлдардан депті. Жалпы алғанда осы. Енді мына жерде 25 шілдеде Лиза Баймұрзаева деген кісі толықтау қылып жазған екен, егжей-тегжейлі қылып. Бұл кісіні тыңдап кетсек, 4 деген ұпай беріпті, жұлдыз беріпті бұл кісі. Былай дейді: бұл шипажайда демалдық, жалпы алғанда көңіліміз толды. Әсіресе массажистка, медициналық персоналдан Жансәуле, Айсара және басқа тамаша қыздарға рахметімізді білдіреміз дейді. Олар жылылықпен және адамды ұқыптылықпен қабылдап, әрбір демалушыны кәсіпқой түрде несін күтіп алып, жаңағы ем шараларын жүргізеді және әрқашанда қонақжай болып қала береді дейді. Және тазалық пен ұқыптылық үшін мынау техничка, жаңа тазалық қызметкерлеріне ерекше рахмет дейді. Ал енді плюстарына келетін болсақ, ем шараның түрлі қызмет көрсету ұқыпты және мұқият. Ал енді минустарына келетін болсақ, асханада қара шыбындар көп, үлкен дейді. Сосын кислородный коктейльді іше алмадық, аппарат өте кішкентай және келген адамдарға беріп үлгермейді дейді. Сосын минералды ыстық су крандарда жоқ, ол үшін жолдан өтіп Сарыағаш суына бару керек, Сарыағаш шипажайына бару керек. Төсектері ақ, таза, бірақ және сарғайып кеткен дейді. Міне, уже старый и пожелтевший дейді. Жалпы алғанда санаторий жақсы пікір, жақсы әсер қалдырды. Өзінің нюанстары бар, бірақ медициналық бөлімі өте жоғары деңгейде депті. Міне достар, Асел шипажайына байланысты біз қазір осындай нелер оқыдық. Бәлкім басқа сіздерде пікірлер болса, бірге